Енді ең бастысы өңірге келгендегі мақсаттың бірі осы ТЭЦ көріп шығу. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары 30 жыл бойы ауыспаған жылу желілеріндегі проблемаларға байланысты, солардың салдарынан біздің қаншама халқымыз тұтастай қалаларымыз қатып қалды. Оған қатысты нақты тексерулердің болмаған, нақты жұмыстардың жүрмегенінің бәріміз куәсі болды. Бірінші, екінші, үшінші энергетический котелдардың бу қазандықтарын ауыстыру мәселелері бойынша. Біздің еліміздегі жылу электр орталықтарындағы тозығы жеткен техникалар жалпы измалжын 80% екені. Мәселенің дәл осылай уақытылы көтерілген өте дұрыс. Қазтрансгазбен ең бірінші пейнені төле, содан кейін основной талаптан. Біз ақша аудара беріп, алады пейнеге салып жібереді, өмір шығармайды. Жылына 300-400 миллион жарсақ қояды. Азаматтардың, адамдардың алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін ескермейді. Сіздердің яки осында қызметкерлердің әлеуметтік жағдайы. Бұл айлық мәселесі. Жаңа айтып отыр, орташа айлық 200 мың төңірегінде. Енді болу керек, тағы бірдеме болу керек. Короче, сіздер мекеме не имеет права медикті ұстап давление өлшеуге. Адамдар келіп, таңертең келеді, давление өлшейді, кеше келеді, давление өлшейді, болды. 20 миллион ақша кетті. Сол ақшаға біздер лучше материал алып келеді.